көзге арналған бояу. Бұл жерде көріп отырғандықтардай сегіз бояу түсі болған. Біреуі енді шашылып қалды. Бірақ жалпы бояуды көп жаға қоймайтын едім мен.
көше берейін. Мынау жай ғана осындай қара қарандаш, көзге арналған. Фирмасы Пупа. Екінші қарандаш, бұл қарандаш емес, лайнер. 801 түз. Сол жаңағы қандай фирма? Капаре деп айтқым келіп тұрды да, бірақ ұмытып қалғаным негізі. Я Вивенза бұл. Өте жақсы лайнер. Негізі неге ашылмай қойды барлық заттар? Өте енді өте жақсы бояды деп айта алмаймын. Лайнер негізі жақсы, бірақ кішкене сәл жіңіш керек болғанда жақсы болатын еді. Келесі қасқа арналған. Ашпай-ақ қойсам да болады, өйткені ашылмайтын сияқты. Қасқа арналған помадка. Қасты кішкене бояп көтеретін. Келесі мынау жерде қарандаш. Никс фирмасының қарандашы. Мұндай қызыл түсті. Кішкене жиенік түсіндей ма? Ендеше помадаларға көше берсем деп ойлаймын. Мынау матовый жаңағы Кайли компаниясының помадкасы. Бұл түспен қазір мен ернімді боямаймын. Бірақ бояйтын кездер болып қалса деп тұра беретін косметика ғой. Мынау барлығы неге мындай көрсетіп тұрады? 65-ші түз. Maybelline Нью-Йорктың помадасы. Матовый емес, бірақ өте жағымды ерінге. Өте жұмсақ. Ерінің әдемі орысша айтқанда увлажненный дейді ғой, сондай увлажненный эффектісімен тұрады. Бұдан кейінгі осындай түстегі тағы да Никстің помадасы. Өте андай бордо түсті. Ерінде негізі готика стилінде киініп алсаң және ерінге осы помаданы жаққан кезде өте әдемі көрінеді. Боянбай осы помаданы да жақсаң әдемі болып қаласың. Келесі күнделікке жағып жүрген мындай матовый ерінге жағатын помадасы. Бұл люкс визаж пин-ап дейді. Ультрамат.
фирмасынан. Бұны даже Диона магазинде алған болатынмын. Бірақ өте әдемі көрінеді. Бітіп қалды ма? Бұл жерде тек қана щеткалар ғана қалыпты. Кисточкалар. Мына жерде менде мындай тюбик. Бұның ішінде май, кастор майы, витамин Е, және де тағы бір май. Қабағыма және де кірпігіме жағатын нәрсе. Сол. Осы бар косметика